Петропавлда көп қабатты тұрғын үйдің бірінде пышақпен қызға шабуылдаған күдікті ұсталды. Ер адам қыздың пәтер есігін ашқанын күтіп тұрып, оның тамағына пышақ тақап зорламақ болған. Қарсылық көрсеткен бойжеткеннің айқайын естіген көршісі оны құтқарып алыпты. Толығырақ өңірдегі әріптесім жалғастырсын. Оқиға кешкі уақытта Петропавлдағы көп қабатты үйлердің бірінде болған. Қылмыскерді іздестіруге қалалық және облыстық полицияның барлық жеке құрамы жұмылдырылды. Қала тұрғындары болса, әлеуметтік желі топтарында және мессенджерлер чаттарында қызға жасалған шабуыл туралы хабарламаны бір-біріне таратып үлгерген. Арада 2 күн өткен соң жедел іздестіру іс-шаралары нәтижесінде күдікті Порфирьев көшесінде қолға түскен. Аталған қылмысты жасағаны үшін облыс орталығының 49 жастағы тұрғыны анықталып ұсталды. Қазіргі уақытта күдікті уақытша ұстау изоляторына қамалды. Сонымен қатар күдіктінің басқа қылмыстарға қатысы тексерілуде. Күдіктінің бұрында бірнеше рет сотты болғаны анықталды. Ол үй кіреберісінде қызға шабуыл жасағаны және пышақпен қорқытқанын мойындаған. Девушка какая-то была. Бір қыз дүкенге шыққандай көрінді. Жақын маңдағы дүкенге барды. Оның қайтып келгенін күттім. Оған шабуыл жасадым. Ол айқайлай бастады. Мен қашып кеттім. Қазіргі уақытта мән-жайды толық және жан-жақты зерттеуге бағытталған тергеу әрекеттері жүргізілуде. Оның нәтижесі бойынша түпкілікті процессуалдық шешім қабылданатын болады. Диана Есім, Қуаныш Әлтенов, Алматы телеарнасы, Петропавл қаласынан.